мамандандырылған лицейдің ағылшын тілі пәні мұғалімі Досқожаева Нұргүлдің авторлық жұмысымен бөліссе, яғни сіздермен мен қазір ең соңғы тыңдалым ол менікі, яғни lesson study арқылы ағылшын тілі сабағында оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту. Бұл жаратылыстану математикалық бағыттың 7-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарлама. Бағдарламаның негізгі мақсаты lesson study арқылы ағылшын тілі сабағында оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту. Ал негізгі міндеттері ағылшын тілін оқуда оқушылардың қызығушылығын арттыру, оқушылардың білім алу аймағын кеңейту, оқушылардың жұмысқа деген жауапкершіліктерін арттыру, оқушыларға нақты білім алуға көмектесу, топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету, оқушыларды бірлесе отырып жұмыс жасауға ынталандыру, оқушылардың өзін-өзі бағалауына ықпал жасау. Сонымен қатар оқушылардың бір-бірін бағалауға мүмкіндік тудыру. Бұл бағдарлама өзінің өзектілігін әрине өзектілігі бар. Бұл аталған бағдарлама жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында ағылшын тіліне жаңа дағдыларды енгізе отырып, функционалдық сауаттылықты арттыру қазіргі білім жүйесінде маңыздылығы бойынша өзекті. Бағдарламаның жаңалығы негізі педагогикалық және психологиялық жаңалықтардан тұрады. Оқу сапасының функционалдық сауаттылығын арттыру үшін белгілі бір педагогикалық тәсілді оқыту мен оқу тәсілдерін қалай дамытуға болады деген мәселені алға қоя отырып, оқушылардың білімді қалай игергенін зерттейді. Ал психологиялық жаңалығы lesson study сабақты зерттеу әдістері арқылы білім алушылардың ағылшын тілі сабағына жүйелі оқу дағдысын қалыптастыру. Бұл жұмыста бағалау критериялары теориялық сабақтар үшін және практикалық сабақтар үшін деп екіге бөлінеді. Әрине пайдаланылған әдебиеттер мұғалімдер үшін 20 болса, оқушылар үшін 13. Бұл жұмыс, яғни lesson study арқылы ағылшын тілі сабағында оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту атты 7-ші жаратылыстану математика бағытының 7-ші сынып оқушыларына арналған авторлық жұмыста әрине оқушы дәптері қосымша жұмыс ретінде ұсынылған және жұмыс осы қалалық методикалық әдістемелік орталықтардың өзінің растамасын расталып, арнайы куәлік тапсырылды. Бірінші сарапшылардың да арнайы пікірлері бар. Lesson study арқылы жұмыс істеу ағылшын тілінде өзінің тәжірибе жүзінде жалғасын табуда. Әрине осы жұмысты өздеріңіздің мен сіздермен осы тәжірибемен де бөлісіп отырмын, және осы жұмысты сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызда және осы бағдарламамен бөлісу арқылы өз жұмыстарыңызда да қолдансаңыздар болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса?